Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біздің сабағымыз білім алушылардың білім мониторингін бақылау. Яғни олар сендердің білім деңгейлеріңді бағалау, білім сапаларында арттыру және анықтау мақсатында өтпек. Олай болса балалар, біз сабағымызды бастамас бұрын өзімізге тамаша көңіл күй сыйла алайық. Өзімізге сабақта не тілейміз балалар? Қонақтарымызға жақсы көңіл күй, елімізге ашық молшылық. Тамаша балалар. Балалар, бүгін біз сабағымызда екі топ болып сайысқа түсеміз. Кімнің қай топтың білімі мықты екенін анықтаймыз. Бүгінгі сабақта бірінші топ білім тобы болады. Білім тобы сабаққа белсене қатысып отырыңдар. Келесі екінші топ бізде ақыл тобы болады. Міне ақыл тобы, сендердің топтары. Ақыл тобы міне. Олай болса, керемет көңіл күймен сабағымызды бастаймыз. Балалар, біз әдебиет сабағында уақыт бөлімі өтіп жатырмыз, балалар. Сендерді осы сабақта смарт сағат арқылы бағалаймын. Барлықтарына смарт сағатты үлестіріп беремін, ала қойыңдар. Бір-бірлеріне бере қойыңдар. Балалар, енді біз өткен сабақты пысықтау мақсатында өткен сабақта қандай тақырып өтіп едік? Немен таныстық балалар? Қандай тақырып өтіп? Жарайсыңдар. Олай болса, жыл басы ертегісін барлықтар оқып, түсінген боласыңдар, Яғни түсінгендерді анықтау үшін бүгін біз жыл басы ертегісін сахналайық. Қане, кім қатысады? Қандай жануарлар қатысады? Баяғы заманда жан жазалар жыл кім болады деп өзара дауласыпты. Сонда бәрі жиналып жарыс ұйымдастыруға келіскен екен. Мен адамда алсын шақырын етемін, менің күшімді көреді, менің сүтімді ішеді. Адамға менен басқаға пайдалымал жыл басы мен боламын. Сен адамның жұмасын жасайсың, ақбасы шөп асайсың. Тамағын үшін қол болдың, сен мен көтере алмайтын ағынды көтеріп алыс жолға бадамын. Көде болса көде, жусан болсаң жуса, қол кеше соңын қода кетемін. Табылса су, табылмаса шөлде жүре беремін. Жыл басы мен боламын. Адам егін ерсе менімен еңбегеді, сүтімді ішеді, құртмай алады. Жыл басы мен боламын. Мен болмасам қазақ үйі немен жабар еді, жүнімді алып киіз етеді, жабылғымен киіз тігеді, арқам жіп беседі, сүтінен құртмай жасайды. Жыл басы мен боламын. Мен болмасам шенен көңді не ұрлап, не қасқа жеп табаласа еді, дұшпан көрсе үріп, абаласа еме хабар беремін. Сондықтан жыл басы мен боламын. Мен болмасам кісі ерте тұрып, жұмысына бармай ұйықтап қалар еді. Мен таңертең таң атты деп оятамын. Бұл таласқаннан еш нәрсе өнбес, күнді қарап тұрақ, кім бірінші күнді көрсе, сол жыл басы болады. Келе өзінің бойына келіп тұрғанда, тышқан жорғала. Түйенің үстіне мінер, өткешінің басына мініп отырады. Күнді бәрінен бұрын тышқан көріп, хабар беріп жыл басы болған екен. Балалар, енді біз ертегіні қорытындылау үшін пазл әдіс арқылы ойын ойнаймыз. Қане, ойында кім қатысады екен? Әлмасыр, келе ғой. Әлмасыр, бірінші сұрақты саған. Ертегіде жануарлар не үшін таласады? Жыл басы мен боламын деп таласты. Тамаша, өте жақсы. Отыра ғой. Келесі сұраққа балалар кім жауап береді? Қане, Диана айта ғой. Диана, оқи ғой, дауыстап оқы. Жыл басы бөлу үшін олар қандай шарттар қояды? Қандай шарт қояды жыл басы болу үшін? Кім күнді бірінші қарайды, сол жыл басы болады. Тамаша, жарайды. Дұрыс па жауап балалар? Дұрыс, екен, Диана, жарайсың, отыра ғой. Келесі сұраққа кім жауап береді дейді? Алихан. Алихан айтсын, не балалар? Осы ертегі бізге қандай сабақ береді? Жануарлар бір-бірімен жадысып,
жыл басы болуға таласады. Бірақ қалай жеңеді ол? тек ақыл мен сыйластық жеңіске жетеді. Тамаша, ақыл мен сыйластық арқылы жеңіске жеткен екен. Жаным тамаша отыра ғой. Не балалар, сендер керемет сұраққа жауап беріңдер. Барлықтарың жарайсыңдар. Бірінші сұраққа кім жауап берем дейді? Нұртөре ма? Алып келем. Нұртөре жауап берсін. Жыл басы болуға не лайық? Не неліктен? Ал, не жарайсың Нұртөре ойыңды айта ғой. Жыл басы болуға жылқы лайық. Жылқының жарысқа барамыз, жылқының етін жейміз, жылқының қымызын ішеміз. Ол бәрі пайдалы. Жақсы. Жақсы, Нұртөре отыра ғой. Балалар, енді біз өткен сабақта пысықтадық. Енді бүгін біз жаңа тақырыппен танысамыз. Біздің бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы уақыт біздің құндылығымыз. Абай Құнанбай ғылымға көңіл бөлсеңіз. Яғни балалар, біз Абай Құнанбайұлын танимыз, иә? Кім біледі қана Абай Құнанбайұлы туралы? Абай Құнанбаев ол ақын жазушы. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты сөйлеу барысында мақал мәтелдерді, нақыл сөздерді, вербалды емес, тілдік құралдарды қолдану. Яғни бүгінгі сабақта сендердің білетіндерін сөйлеу барысында нақыл сөздерді қолдануды үйренесіңдер. Суреттерге қарап нақыл сөздерді жалғастыруды үйренесіңдер. Не балалар? Сендер жаңа айтып жатқан Абай Құнанбайұлы туралы сендерге қысқаша мәлімет айта кетейін. Абай Құнанбай 1845 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауында дүниеге келген. Ақын, ағартушы, жазба, қазақ әдебиетінің негізін салушы екен балалар. Балаларға арналған ғылым таппай мақтанба, жас бітірім, ғылымға көңіл бөлсеңіз сияқты көптеген өлеңдер жазған. Олай болса біз ол өлеңдерін білеміз бе балалар? Білеміз, әрине, иә? Біз балабақшада, бірінші сыныпта, екінші сыныпта бірнеше өлеңмен таныстық, иә? Қане, кім қандай өлең біледі жатқа? Ғылым таппай мақтанба, ғылым таппай мақтанба, орын таппай таптанба, бұлар манып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге ғашық бол, бес нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өмір алдында, оған қайғы сеземіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпанын білсеңіз, табат, терең ой, қанағат рақым ой бап қой. Тағын қандай өлең біледі? Әсімпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң ақ қалам. Сене бір кірпіш дүниеге, кетігін таптап ақ қалам. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқан кімде бар, сол жарасар туғанға. Және қандай өлеңін жатқа білесің? Күз. Тамаша айтып ғой. Сұр болып түсі суы қаптай таспан. Күз болып тыңқыл тұман жерді басқан. Жазғы түрі қалмайды қыстың сызы. Масатындай құлпырар жердің жүзі. Жан-жануар адамзат анталаса, ата-анадай елжірер күннен көзі. Түйе бұздап, қой қыздап, қорада шу. Көбелек пен құспенен сайда дуду. Гүл мен ағаш майысып қарағанда, сыбдыр қағып борандап ағады су. Балалар, біз Абайдың өлеңдерін тамаша біледі екенбіз, иә? Енді қандай тағы шығармалармен танысып едік біз? Айару айта ғой. Абайдың 45 қара сөзі бар. Тамаша 45 қара сөзі бар екен. Яғни 45 қара сөзіні біз екінші сыныпта танысқан болатынбыз. Неше қара сөзімен таныстық? 38. Ане кім айтып береміз дейді қане? Аян айта ма? Ал айта ғой Аяна. Күллі адам баласын қор қылатын 3 нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еншіктік, үшінші залымдық деп білесің. Надандық білім ғылымның жоқтығы. Дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік хайуандық болады. Еншіктік күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Балалар, бүгін біз Абай Құнанбайұлының
тағы бір өлеңмен танысамыз. Бұл өлеңнің аты «Ғылымға көңіл бөлсеңіз». Қазір жасанды интеллект арқылы мультфильмде сол өлеңнің оқылуын, мәнерін тыңдаңдар. Жақсы ма? Ғылымға көңіл бөлсеңіз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Болмасаң да ұқсап бар, бір ғылымды көрсеңіз, ондай болма қайда деп, айтпа ғылым сүйсең. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзің үшін үйрен. Бүгін біз әдебиеттің 78-ші бетін ашайық. Сол жерде және тыңдаған «Ғылымға көңіл бөлсеңіз» өлеңін оқып шығамыз. Қане, кім оқим дейді мәнері? Және оқим дей ма? Оқи қой. Ғылымға көңіл бөлсеңіз, болмасын да ұқсап бар. Бір ғылымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім еді? Жанбай жатып сөзсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең. Ашыласың жұма-жыл, біреу үшін үйренсең. Біреу білмес, сен білсең, білгеніңнің бәрі тоқ. Ғылымға көңіл бөлсеңіз, болмасын да ұқсап бар. Бір ғылымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер? Жанбай жатып сенсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең. Ашыларсың жылма-жыл, біреу үшін үйренсең. Балалар не? Сендер және өлеңді оқып шықтыңдар, иә? Тыңдадыңдар. Бұл өлеңде, балалар, өлеңнің ішінде нақыл сөздер өте көп екен. Соның ішінде біреуі мынандай: дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз дейді. Яғни сендерді неге шақырады балалар? Білімге шақырады, иә? Ғылымға шақырады. Ғылымы, білімді адам, ол бай адам дейді. Тұндар ма? Сендерді Абай Құнанбайұлы әрбір нақыл сөзінде сендерді білімге, тәрбиелікке, зор білім алуға шақырады. Әрбір өлеңнің. Соның ішінде бірнеше нақыл сөзмен қазір ары қарай танысатын боламыз. Мен қазір тақтаға жабыстырам. Неге қараңдар балалар? Міне, осы сөздің мағынасын айтайын сендерге. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Яғни ғылым деген ол ғылымға көңіл бөлу деген сөз. Білім алу деген сөз. Білімді болу деген сөз. Білім деген ол таусылмас байлық, иә балалар? Балалар, өлеңде Абай атаның өсиет, нақыл сөздерін теріп, жазып жаттап алыңдар. Үйренсең деген түсін. Ал айта ғой, өз ойын айта ғой. Үйренсең дегеніміз өзіңнің пайдан үшін, өзіңнің даму үшін. Тамаша. Нақыл сөзді қалай түсінді? Біреу үшін. Айта ғой, қайсында? Біреу үшін айтасың ба? Түсінгенді айта ғой. Адам көп нәрсе білсе де, ақылды пайдаланбаса, жақсы мен жаманды айырмаса, жаман адамдардың сөзіне ерсе, онда оның білгенін еш құны жоқ. Еш құны жоқ дейді. Өте тамаша балалар. Міне көрдіңіз ме? Қаншама тәрбие жатыр, иә балалар. Олай болса сендер осы нақыл сөздерді үйде жазып аламыз да, жаттап аламыз. Жақсы ма? Балалар, енді біз біраз сергіп алайық, ке? Ол үшін Абай Құнанбайұлының «Көзімнің қарасын» әнін айтайық. Ақыл және білім тобы берілген тапсырманы мұқият орындап, ортаға шығып қорғауларын керек. Бізде білім тобы өз сұрақтарына жауаптары дайын екен, олар болса жауап береміз. Қане? Біз одан кітап аламыз, оны оқимыз. Онан соң біз онан білім аламыз. Ғылым мен білім
адам өміріне жарық етеді. Жақсы. Білімді адамның ойы терең болады, дүние табымы кең болады. Жақсы, яғни дүние танымы кең болады екен. Тамаша. Келесі топтың ғылым білімге арналған келешек жастарға хат жазыпты балалар. Сол хатын тыңдайық. Құрметті жас дос, уақыт деген бағалы. Уақытты бос өткізбеген дұрыс. Бүгінгі заманның талабы да үлкен. Ендеше осы мүмкіндікті дұрыс пайдаланып, ең алдымен білімге ұмтыл. Білім сенің басты қаруың. Сен үйренсең де жан-жақта игер, ізден. Өмір бойы үйренуден шаршама. Тамаша, көрдіңдер ме, балалар? Сендерді неге шақырып жатыр балалар? Білім алуға шақырып жатыр. Білім алу үшін не істеу керек? Шаршамау керек дейді. Тамаша. Келесі балалар, біліміңді қолдан айдарында біз өз тапсырмаларын мына планшеттегі тапсырмаларды орындау арқылы жауап бересіздер, е? Жайлар отырамыз, жайдарлар шындап кішкене көңіл-күйін көтеріп отырмыз. Балалар, енді бізде сабағымыздағы соңғы тапсырма. Сабағымыз аяқталуға қалды, е балалар? Ол үшін сендерге кубизм әдісі арқылы қызықты тапсырма орындап келдік тұр. Дайынсыздар ма? Иә. Мұхтар әуезов, е? Егер сабақ бүгін сендерге түсінікті болса, түсіндімді басасыңдар, сұрақтар болса, сұрағымды басасыңдар, түсінбесіңдер, түсінбемді басуға келіңдер ортаға. Жаңға түсінікті және де сұрағы бар екен әлде. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сау болыңыз.